Күн сайын таңертең сәбіз шырынын ішу денсаулыққа пайдалы. Қандай пайдасы бар? Видеоны мұқият соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Баршаңызға сәлем, менің алтын оқырмандарым. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін мен сіздерге денсаулыққа аса пайдалы, өте минералды дәрумендерге толы сәбіз шырынының видео рецептісін көрсететін боламын. Ал келесі видео рецепте мен сіздерге дәл осы пиццаны қалай 5 минутта дайындауға болатынын көрсететін боламын. Сондықтан арнамды жоғалтып алмас үшін қазірден тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все деген батырмаға басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің жүктеген видеоларым сіздерге хабарлама ретінде барып тұратын болады. Ал ендеше бастайық. Бұл пайдалы шырынды дайындау үшін бізге 1 килограмм сәбіз және де 2 дана алма қажет болады. Жақсылап жуылып тазартылған сәбізімізді жұқалап, жіңішкелеп осындай бөліктерге бөліп аламыз. Біздің сәбізіміз тез пісу үшін мен осылай жіңішке бөліктерге бөліп алдым. Барлығын турап ыдысымызға саламыз. Сәбіз ұмытылған сұлулық пен ұзақ өмір сүрудің сыры. Сәбіздің құрамында каротин өте көп. Ол ағзаға түскенде А дәруменіне айналады. Сондықтан сәбіз көз ауруларында, жоғарғы тыныс жолдарының ауруларында, ауыз қуысының қабынуы, стоматитті емдеу кезінде өте пайдалы. Сонымен қатар сәбіздің құрамында көптеген басқа да минералды дәрумендер өте көп. Енді достар, алмамызды қабығын аршымай дәл осылай ұрықтарынан тазалап, ұсақ бөліктерге бөліп, сәбізіміздің үстіне саламыз. Және де алмамыз бен сәбізіміздің асып тұратындай мөлшерде үстіне салқын су құйып, отқа қойып қайнатамыз. Сәбіз шырыны тағы қандай ауруларға пайдалы екен, ары қарай жалғастырайық. Сәбіз шырыны бүйрек және бауыр жұмысы бұзылған жағдайда пайдалы болып табылады. Бүйректегі құм және де шағын тастарды жоюға ықпал етеді. Бауырды тазалайды. Сондықтан сәбізді емдік мақсатта шикілей немесе шырынын пайдаланады. Сәбіз ағзаға барлық жағынан пайдалы болады. Сәбізіміз осылай қайнап бастаған кезде алғашқы көбігі шыға бастайды. Мен алғашқы көбігінен тазартып алдым. Енді 30-40 минут шамасында біздің алмамыз және де сәбізіміз толықтай пісіп шығады. Сол кезде погруженный блендермен жақсылап езіп аламыз. Оттың астын бәсеңдетіп қоюды ұмытпаңыздар. Сәбіз шырыны сонымен қоса ағзаны қалпына келтіруге де әсер етеді. Олар қанды тазартып, улы және зиянды заттарды ағзадан жояды. Зат алмасуды қалпына келтіріп, ішкі ағзалардың белсенділігін арттырады. А-витаминоз және де анемия кезінде сәбізді жиі тұтыну пайдалы. Барлығын блендермен езіп болғаннан кейін осындай кішкене алғашқы көбіршіктері пайда болады. Оны да мен жақсылап тазартып алдым. Және де бір қайнағаннан кейін 220 грамм қант қостым. Қантты татымына қарай қосасыздар. Егер де қатты тәтті болғанын қаласаңыздар, тағы кішкене қоссаңыздар болады. Және де 1 шай қасық лимон қышқылын қосып, жақсылап араластырып, 5 минутқа бұрқылдатып, жай отта қайнатып алдық. Мінекей біздің денсаулыққа пайдалы сәбіз шырынымыз дайын болды. Күнделікті таңертең аш қарынға ішіп отыруды әдетке айналдырыңыздар. Шырынымыз қоюлау болса, қайнаған су құйып, сұйылтып алсаңыздар болады. Сұлулықтың дәрумені деп аталатын А дәрумені табиғи косметика үшін сәбіздің маңызды құрамы. Егер сіз тұрақты түрде сәбіз шырынын ішіп жүрсеңіз, онда сіздің жүзіңіз жасарады. Егер де сіз салауатты, әдемі және де жігерлі болғыңыз келсе, сәбіз шырынын ішуді ұмытпаңыздар. Сәбіз шырынын үнемі ішуді әдетке айналдырыңыз, себебі денсаулыққа ештеңе жетпейді. Қартайған сайын метаболизмге уақыт әсер етеді. Сондықтан оны сәбіз сияқты бай және де құнарлы тағамдармен организмімізді сақтау өте маңызды. 1 килограмм сәбізден 2 литр сәбіз шырыны шықты. Мінекей біз күнделікті дәл осылай 1 стакан көлемінде аш қарынға ішіп отыруымыз қажет болады. Достар, сонымен қоса менің каналымда асқабақтан жасалынатын, бауырды тазалайтын және де иммунитетті көтеретін пайдалы шырынның жасалу рецептісі бар. Дәл қазір осы видео біткеннен кейін экранға шығады. Міндетті түрде өтіп қарап көріңіз. Сәбіз және де асқабақ денсаулыққа өте пайдалы көкөністердің қатарына жатады. Сәбіз көру қабілетімен танымал болса, асқабақ бауырдың жұмысын жақсартып және де иммунитетті көтеру жағынан өте танымал болды. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасарыңыздар және де асқабақ пен сәбіз шырынын ішіп жүруді әдетке айналдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Ләйләгүл. Кәделеріңізге жарасын, ас болсын, жасаңыздар, көріңіздер.